Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш. Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай табыс табуға болатынын көрсетемін. Бұл хайп жоба, яғни Dojo Staking деп аталады. Бұл жобада ашылғаны небәрі 2-ақ күн болды. Соның арқасында бүгіннен бастап табыс табуға болады. Бірақ та бұл енді криптовалюта әлемінде бұны стейкинг деп аталады, ал жалпақ тілде, қазақи тілде айтсаңыздар, бұл яғни депозит құю сайтқа, белгілі сайтқа. Негізі мысалы Каспи банкоматта жылдық депозиттер бар, немесе айлық депозит деген сияқты бар. Бұл жақта күндік депозит болып есептелінеді, және де бір ерекшелігі тұрақтылығы жоқ. Бұл кез келген уақытта жабылып қалуы мүмкін. Мысалы, Каспи кез келген банкомат ол ұзаққа дейін істейді. Сіз өз ақшаңызға уайымдамайсыз, ол жоғалып кетіп қалады деген сияқты. Ал бұл жаққа салған ақшаңызды уайымдайтын боласыздар күнде, өйткені достар, бұл жақта айтып кеткенде ешқандай лицензия жоқ, ешқандай сертификат та жоқ. Бұл сайтта ашып отқан біз сияқты қарапайым адам. Сондықтан бұл бастапқыда өз ақшаны береді, одан кейін обратно алғаннан кейін сайтты жабады. Негізі бұны ашқан адамдар көбісі табыс табады деп айта алмаймыз, өйткені бұл сайттардың кейбірі минусқа ұшырайды, яғни тіпті дым таппайды, или плюсқа шығатын болады. Оны шешетін біздің қарапайым халық болып есептелінеді. Яғни достар, бұл жақта бізге ең бастысы бірінші күннен бастап кірсек, табыс табамыз. Мәселе солда ғана. Сайт қалай ашылады, кірсеңіздер, егер адам бұл жаққа кіріп атса, яғни несінен, яғни адам кіруіне де қарау керек. Егер адамдар көп кіріп атса, онда бірінші болып кіріп, табысты шығарып алып, одан кейін кетіп қалуға болады. Бұл жаққа мен ақша салдым, $18 құйған болатынмын, мені қазір көрсетіп кетейін. Төмен жаққа ақшаны салып болғаннан кейін $18 құйғанмын. Яғни сіз сеттер таңдайсыз, и төмен жақта процент, яғни депозит құятын өзінің жеке ползуногы бар, сол жаққа кіріп қазір құятын боламыз. Қазір қайтадан төмен түсіп кетейін, сіздер көрсетіп нақтырақ. Яғни мысалы бұл жақта минимальный пополнение $8 басталады. Мен қазір $18 құйған болатынмын, $18 деп жазамын. Немесе $100 деге, сіздер $100 құясыздар. Минимальный депозит күні 35 күннен басталады. Яғни сіз $100 құйғаннан кейін 35 күн ішінде $100 обратно ала алмайсыздар. Бұл депозит стейкингқа кетеді, бірақ күнделікті 15% сізге түсіп отыратын болады. Яғни $15 сізге күнделікті табыс ретінде, яғни дивиденд ретінде түсіп отыратын болады. Общий сіз 35 күнде $525 табасыздар, соның арқасында $400 чисто прибыль болып есептелінеді, плюс комиссиясы бар деген сияқты. $400 сізге тегінен ешкім бермейді. Ол анық дүние негізі. Бірақ та енді бірінші болып кірсеңіздер, жоқ деген бір 20, 30 немесе $50 табысқа жетуге болады деген біз сондай ниетпен, сондай үмітпен кіріп отқан бір жайымыз бар ғой. Сондықтан егер сізде бір рискті біле тұра кірем десеңіз, онда кірсеңіз болады. Егер де жоқ, ақшаны алғым келмейді, маған таза гарантиямен керек десеңіз, онда бұл сайт сізге арналмаған. Оны Каспи банкоматқа құйсаңыздар болады, достар. Міне мен қазір ғана қойдым $18, міне менің активный контрактым, яғни 15%, 35 күнге, күнделікті табысым $2.70 құрайды. Ал 35 күнде $94 табысқа жетеді екен, бірақ та мен де білем, что $94 мен алмайтынымды. Жақсы. Енді достар, бұл жақта ақшаны сіздер күнделік тауып отқан табысыңызды бірден шеше аласыздар. Ол үшін мұны қазір көрсетіп кетейін, қалай ақша шешу керекін. Отзывать бастасыздар, одан кейін нақты сет таңдайсыздар. Қандай сет мен Web20 арқылы шығарамын. И мына жақта өзіңіздің суммаңызды жазасыз, кошелегіңізді енгізесіздер, адрес кошелегіңізді. И одан кейін суммасына жазып, ақшаны сәтті шығаратын боласыздар. Және осы сайттан екінші табыс табу жолы салымсыз ретінде бұл партнерский программа арқылы, яғни партнерский программа бөліміне өтсек, мына жақта бізге өзіміздің жеке сілтемеміз көрсетілген. Осы сілтеме арқылы адамдар шақырып, олар кіріп депозит құятын болса, сізге сол табыс ретінде 10%-ын береді. Яғни $100 құйды, сізге $10 счетыңызға жереді, оны смело өзіңіз счетыңызға шешіп алсаңыз болады. Міне достар, $2.7 Binance счетымызға сәтті келіп түсті. Міне көре кетейік. Бірінші табысымызды сәтті шығардық. Егер де достар сұрақтарыңыз болса комментарийға қойып кетіңіздер. Келесі роликте достар көріскенше.